Сапарда жүрген адам ораза ұстамаса бола ма? Рамазан айында жиі қойылатын сұрақтардың бірі сапарда жүрген адамға ораза ұстау міндет пе, әлде ұстамаса бола ма? Ислам жеңілдік пен даналыққа негізделген дін. Сондықтан шариғат әр адамның жағдайын ескереді. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала былай дейді: сендерден кім ауру немесе сапарда болса, басқа күндері қазасын өтесін. Бұл аят сапарда жүрген адамға үлкен жеңілдік берілгенін көрсетеді. Яғни сапарда ораза ұстамауға рұқсат бар. Бірақ бұл міндетті түрде ұстамау керек деген сөз емес. Таңдау адамның жағдайына байланысты. Сапар деген не? Фиқх ғалымдары сапар ұғымын белгілі бір қашықтықпен өлшеген. Көпшілік мазхабта шамамен 8090 шақырымнан асатын жол сапар саналады. Яғни адам туған жерінен немесе тұрақты мекенінен осы қашықтықтан алыс жерге шықса, жолаушы үкімі беріледі. Сапарда ораза ұстау дұрыс па? Екі жағдай бар. Бірінші, егер сапар жеңіл болса. Қазіргі заманда ұшақ, пойыз, көлікпен жайлы жағдайда жол жүруге болады. Егер адам шаршамайтын болса, денсаулығы көтерсе, ораза ұстауына болады. Кейбір сахабалар сапарда ораза ұстаса, кейбіреулері ұстамаған. Екеуі де айыпталмаған. Екінші, егер сапар қиын болса. Аптап ыстық, ауыр жұмыс, ұзақ жол, әлсіздік болса, оразаны кейінге қалдыру абзал. Себебі шариғат адамға зиян келтіруді құптамайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың сәлемі болсын, бір сапар кезінде адамдардың әлсіреп көлеңкеде жатқанын көріп, сапарда ораза ұстау әрдайым игілік еместен мағынада ескерткен. Бұл хадис қиын жағдайда жеңілдікті пайдалануға болатынын көрсетеді. Ұстамаса не істеу керек? Сапарда ұстамаған күндердің қазасын Рамазаннан кейін өтеу қажет. Бұл парыз. Яғни сапарда босатылған күндер кешіріліп кетпейді, тек кейін өтеуге мүмкіндік беріледі. Мысалы, адам 5 күн сапарда болып, ораза ұстамаса кейін 5 күн қаза ұстайды. Қайсысы сауапты? Ғалымдар бұл жерде ниет пен жағдайға қарайды. Егер адам қиналмаса, ұстауы сауап болуы мүмкін. Ал егер әлсіреп денсаулығына зиян келсе, ұстамауы дұрыс. Исламда жеңілдікті қабылдауда Алланың нығметін қабыл ету. Яғни кейде ораза ұстамау қарсы шығу емес, керісінше Алланың берген рұқсатын пайдалану. Заманауи жағдай. Қазіргі кезде іссапармен жиі жүретін адамдар бар. Ұшқыштар, жүргізушілер, жолсеріктер. Егер олардың жұмысы қауіпсіздікке байланысты болса және ораза ұстау әлсіздік туғызса, ұстамауына рұқсат бар. Себебі адам өмірі мен амандығы бірінші орында. Маңызды ескерту. Кейбір адамдар сапарды сылтау етіп, негізсіз оразаны тастап кетуі мүмкін. Бұл дұрыс емес. Егер сапар жеңіл, қысқа немесе демалыс түрінде болса, мүмкіндігінше ұстаған абзал. Қорытынды. Сапарда жүрген адамға ораза ұстамауға шариғат рұқсат береді. Бірақ бұл міндет емес, таңдау жағдайға байланысты. Егер жол жеңіл болса, ұстауға болады. Егер қиындық болса, кейін қазасын өтейді. Ең бастысы, денсаулықты сақтау, шынайы ниет және Алланың разылығын көздеу. Алла тағала сапарымызда аман, оразамызды қабыл етсін.